Сабақ жүргізетін технология пәнінің мұғалімі Даутова Гүлназ. Сабақтың тақырыбы: дұрыс тамақтанудың негіздері. Ас мәзірін әзірлеу. Сабақтың мақсаты: дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу. Дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру. Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу. Оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы. Тамақтану тәртібі. Тамақтану тәртібі дегеніміз ас қабылдауда белгілі бір уақытқа бағыну. Сондай-ақ тамақтану кезінде астың мөлшерін және мәзірін сақтау деген ұғымды білдіреді. Тамақтану сауаттылығының 5 негізі. Тамақтанудың негізгі ережелері. Дұрыс тамақтану не үшін қажет? Судың маңызы. Витамин А қай жеміс-жидектердің құрамында кездеседі? В тобының витаминдері: С витамині, Д витамині, Е витамині. Витаминдердің пайдасы.